Көбейтіндіні дәреже түріне келтіру қажет. Бірінші өрнек. А-ның кубы көбейту А-ның 4 дәрежесі. Енді толық жазатын болсақ, көбейткен кезде негіздері бірдей болса, дәрежелер қосылады. А-ның 3 плюс 4 дәрежесі, яғни А-ның 7 дәрежесі деп жинақталады. Келесі екіншісінде А көбейтілген А-ның 5 дәрежесі. Негіздері бірдей, дәрежелерін қосамыз. Мынау 1 дәреже деген сөз жазылмайтын, 1 қосу 5, А-ның 6 дәрежесі болады. Келесі X-тің 5 дәрежесі көбейту X-тің 3 дәрежесі. Негіздері бірдей, дәрежелерін қосамыз. X-тің 8 дәрежесі шығады. Келесі 0,5-тің 3 дәрежесі көбейту 0,5-тің 7 дәрежесі. Дәрежелерін қосамыз. 0,5-тің 10 дәрежесі болады. Келесі 2-ден 1-дің 1 дәрежесі көбейтілген 2-ден 1-дің 4 дәрежесі. Негіздері бірдей, бір негізге жинақтаймыз, дәреже көрсеткіштерін қосамыз. 1 қосу 4, сонда 2-ден 1-дің 5 дәрежесі болады. 6-шы өрнекте П-ның квадраты көбейту П-ның 3 дәрежесі. П-ның 2 қосылған 3, П-ның 5 дәрежесі болады. Келесі Q-дің 4 дәрежесі көбейтілген Q-дің 5 дәрежесі. Дәреже көрсеткіштерін қосамыз. Q-дің 9 дәрежесі болады. Және соңғысында Y-тің 3 дәрежесі көбейтілген Y-тің 5 дәрежесі. Дәреже көрсеткіштерін қосамыз. Сонда Y-тің 8 дәрежесіне жинақталады екен. Көбейтіндіні дәреже түріне келтіру қажет. Бірінші өрнек. N-ның 12 дәрежесі көбейтілген N-ның 5 дәрежесі. Негіздері бірдей, бір негізге жазылады, дәреже көрсеткіштері қосылады. Сонда бізде N-ның 17 дәрежесі шығады екен. Екіншісінде M-ның 5 дәрежесі көбейту M-ның 17 дәрежесі. Негіздері бірдей, бір негізге жазамыз, дәреже көрсеткіштерін қосамыз. 5-ке 17-ні қосқан кезде бізде M-ның 22 дәрежесі шығады. Келесінде C-ның 3 дәрежесі көбейту C-ның 4 дәрежесі. Бірден де жаза беруге болады, бірден қосып 7 дәреже деп, немесе толық көрсететін болсақ, 3 қосу 4, C-ның 7 дәрежесі. Келесі A-ның 6 дәрежесі көбейту А-ның 7 дәрежесі. Бір негізге жинаймыз, 6-ға 7-ні қосам, А-ның 13 дәрежесі болады. 5-те А-ның 16 дәрежесі көбейтілген А-ның 7 дәрежесі. Бір негізге жазамыз, 16-ға 7-ні қоссақ, А-ның 23 дәрежесі болады. 6-шысында П-ның 10 дәрежесі көбейту П-ның 11 дәрежесі. 10-ға 11-ді қосамын, сонда П-ның 21 дәрежесі екен. 7-де Б көбейту П көбейту П-ның квадрат. Барлығының негізі бірдей, барлығы көбейтіліп тұр, дәреже көрсеткіштерін қоса саламыз. Сонда Б-ның 4 дәрежесі болады екен. Және соңғысында X квадрат көбейту X көбейту X-тің 3 дәрежесі. Бір негізге жинаймыз. 2 қосу 1 қосу 3. X-тің 6 дәрежесі болады. Келесі 9-шысында R-дің квадраты көбейтілген R-дің квадраты көбейту R-дің квадраты. Барлық дәреже көрсеткіштері қосылады. 2 қосу 2, оған тағы 2-ні қоссақ, R-дің 6 дәрежесі болады екен. Дәреже түріне келтіріңдер. Бірінші, 2-ның 5 дәрежесі көбейту 64.
Бұның барлығын бірге жинау үшін 64-ті 2-нің дәрежесіне келтіріп алайық. 2-нің 5 дәрежесінің өзін жазам. 64 деген ол 2-нің 6 дәрежесіне тең. Енді бір негізге жинақталады. Дәреже көрсеткіштерін қосамыз көбейту болғанда. Сонда 2-нің 11 дәрежесіне тең болады екен. Екіншісінде 0,10-нан 2-нің 6 дәрежесі көбейту 0,100-ден 4. Енді 0,10-нан 2-нің 6 дәрежесінің өзін жазайық. 0,100-ден 4 ол 0,10-нан 2-нің квадраты. Бір негізге жинақтаймыз, дәреже көрсеткіштерін қосамыз. Сонда 0,10-нан 2-нің 8 дәрежесі болады. 3-те 3-тің 4 дәрежесі көбейту 81. 81 ол 3-тің 4 дәрежесіне тең. Сонда 3-тің 4 дәрежесі көбейту 3-тің 4 дәрежесі. Бір негізге жинаймыз, дәреже көрсеткіштерін қосамын, 3-тің 8 дәрежесі болады екен. 4-те 6-ның 12 дәрежесі көбейту 36. 36 деген ол 6-ның квадраты. Сонда 6-ның 12 дәрежесі көбейту 6-ның квадраты. Бір негізге жинақтаймыз, 12-ге 2-ні қосамын, 6-ның 14 дәрежесіне тең болады екен. 5-те 0,100-ден 25 7 дәрежесі көбейтілген 64-ден 1. Енді мына 0,100-ден 25-ті бөлшек түрінде жазсақ, ол 100-ден 25, 25-ке қысқарады, яғни 4-тен 1-ге тең. Сонда 4-тен 1-дің 7 дәрежесі деп жазып алайық. Ал 64 ол 4-тің 3 дәрежесі, сонда мына 64-тен 1-ді 4-тен 1-дің 3 дәрежесі деп жазуымызға болады. Енді бір негізге жинақтаймыз, дәреже көрсеткіштерін қосам. Сонда 7-ге 3-ті қосқан кезде 10, яғни 4-тен 1-дің 10 дәрежесіне жинақталады екен барлығы. Келесі 6-шысында 0, мұнда енді 10 мыңнан 1, яғни 301 көбейтеміз 0,10-нан 1-дің 5 дәрежесі. Енді өтірден кейін 4 орын, яғни бұл 0,10-нан 1-дің 4 дәрежесі деп жазылады. 0,10-нан 1-дің 5 дәрежесін өзін жазамыз. Бір негізге жинақтаймыз да дәреже көрсеткіштерін қосамыз. Сонда 0,10-нан 1-дің 9 дәрежесі болады. Өрнендіні дәреже түріне келтіріңдер. Бірінші өрнек. А-ның 5 дәрежесі бөлу А-ның квадраты. Бөлу болғанда бір негізге жинақталып, негіздері бірдей болса дәреже көрсеткіштері азайтылады. Сонда болады А-ның 3 дәрежесі. Келесі екіншісінде Б-ның 20 дәрежесі бөлу Б-ның 12 дәрежесі. Бір негізге жинақтаймыз, дәреже көрсеткіштерін азайтамыз. Б-ның 8 дәрежесі болады. Үшіншісінде минус С-ның 15 дәрежесі бөлу С-ның 5 дәрежесі. Бұл жерде минус таңбасы өзі жеке тұр, минус таңбасын қойып аламыз. Енді дәреже көрсеткіштерін азайтамыз. Сонда минус С-ның 10 дәрежесі болады. Келесі 0,10-нан 5-тің 17 дәрежесі бөлу 0,10-нан 5-тің 10 дәрежесі. Болады 0,10-нан 5-тің 17 минус 10 7 дәрежесі. Келесі 5-шісінде x-тің 11 дәрежесі бөлу x-тің 7 дәрежесі. X-тің 11-ден 7-ні азайтамын, 4 дәрежесі болады. P-ның 19 дәрежесі бөлу P-ның 9 дәрежесі. P-ның 19 минус 9 болады P-ның 10 дәрежесі. 7-ші өрнекте Q-дің 12 дәрежесі бөлу Q-дің 3 дәрежесі. Бір негізге жинақталады. Q-дің 9 дәрежесі. 8-шіде 7-ның 20 дәрежесі бөлу 7-ның 12 дәрежесі. Бір негізге жинақтаймыз, дәреже көрсеткіштерін азайтамыз. 7-ның 8 дәрежесі болады.